Навигация. Енді мен кубтың ат жағын көргім келеді делік. Ол үшін тышқанның дөңгелегін басып тұрып, тышқанды жылжытамын. Сонда сцена қалағанымша айналады. Ал жақындату үшін тышқанның дөңгелегін айналдырамын. Оң жақ сол жағын көру үшін shift'ті басып тұрып, ортаңғы батырманы басамын да тышқанды ары-бері жылжытамын. Ал егер біз тым алысқа кетіп, объектілерімізді таба алмай қалсақ, A-ді басып барлығын таңдаймыз да, нампадта нүкте батырмасын басамыз. Сонда сценаға барлық объектілер сыйып кетеді. Дәл осы батырмалар сценаның оң жағында да бар. Бұл гизмо деп аталады. Оны басып айналдырсаңыз, сцена айналады. Лупаның суретіне бассаңыз, сценаға жақындап алыстай аласыз. Қолдың суретін басып тұрып жылжытсаңыз, оң жақ сол жағын көре аласыз. Ал мына жерде камераның суреті бар, ал сценаның сол жағындағы камера кубқа қарап тұр. Суретке бассақ, біз камера көріп тұрған нәрсені көре аламыз. Қайтадан камера суретін бассақ, алыстаймыз. Ал ең астындағы батырманы әдетте қолданбаймыз. Мінекей, Blender'да навигация осылай қарапайым түрде жасалады.